Мен Майнкрафтты дін жолымен өту челленджін бастадым. Және бұл дін мұсылман діні болмақ. Егер де мен діннің ережесіне қарама-қайшы зат істеп қойсам, бірден осы челлендж бітетін болады. Ал көп созбай мен бастаймын. Ең бірінші мен алдымда тұрған ағаштарды кесуден бастаймын. Бұл ағаштар алдымда тұрған соң өте оңай болды. Жалпы мені Майнкрафт жақсы жерден спаун етіпті. Бұл жер әдемі орман. Мен осы ағаштардың 10%-ын жерге тастап отыруым керек. Жалпы жерге дегенде садақа сияқты болады. Жалпы мұсылман дінінде солай. Мысалы 10 ағаштың бірін тастаймын, или одан көп тастауым мүмкін. Ол өзіме байланысты. Өзім қаласам көп тастаймын. Болмаса нақты сол жайтта тастаймын. Міне менде 10 ағаш болды. Енді осы біреуін лақтырып тастау керек. Бұл өте қиын, бірақ мен бұл челленджі бәрібір аяқтаймын. Енді қалған ағаштың бәрін қолдана беруге болады. Мен байқамай мына кнопканы істеп қойдым. Енді өзіме керек верстак пен таяқтарды істеп аламын. Мен осы жерден кирка істеп аламын да тас қазатын боламын. Міне кирка істеп алдым. Енді біз мына жерде тұрған тасты қаземіз. Тасты да дәл солай. Оннан 10%-ын тастауым керек болады. Тез тастың бәрін қазып алайын. Менде қазір 6 тастай болып қалды. Қасымыздан көмір шықса әдем кетер. Себебі алдағы уақытта бізге жарық шам керек болады. Көріп тұрғандарыңдай мен оннан бірін тастадым. Ол 10% болып саналады. Мінекей, мен өзіме керекті құрал саймандарды істедім. Маған ағаш жетпей қалды. Яғни таяқты істеп алдым да мен өзіме керек құралды жасап алдым, яғни кирка. Енді осы тас кирка арқылы мен өзіме өте көп тас жинап аламын. Мінекей, қазір көмір шығарса жақсы болар еді. Айтқанымдай көмір шықты. Осы көмірдің бәрін жиып алу керек. Көмір өте мол шығып жатыр. Маған ұнап жатыр. Біздің тасымыз жиналып қалды. Қазір тасты жартысын дегенде 10%-ын тастауым керек. Көмірді де дәл солай. Болды, көмірді қазып біттім. Енді бізде ресурстарды тастау қалды. Тастың біреуін тастаймын, ал көмірдің тағы да бір тастауым керек. Көмірдің 2-ін тастаймын. Менің өз қалауым осы. Себебі 20-ға жетпеген соң мен 1,5 көмір тастай алмаймын. Себебі көмірдің жартысын алуға болмайды. Мен әттең шошқаның етін ала алатын едім. Бірақ та дінде шошқаның еті харам болғандықтан мен оны өлтіре алмаймын. Тек халал тағамдарды жеу керек. Мысалы, қойдың және сиырдың еттері. Олар таза ет болып саналады. Халал харам дегенде бірің біліп, бірің білмесіңдер. Ал мен білмейтін адамдарға айтамын. Мінекей, мен бір ағашты тастадым. Тағы да 20 ағашқа жеткізіп, тағы да бір ағашты тастаймын. Өзіме қазір үй дайындайтын боламын. Шошқа, сені өлтіре алмаймын. Негізі біз ағашқа мол жердеміз. Біз ағашты смело пайдалана беруімізге болады. Енді біз өзіміздің заң бойынша тастауымыз керек. Енді қалған ағаштарды смело қолдана беруге болады. Тоқтай тұрыңдар, енді тағы да бір заң. Қойды мен бір немесе 2 удармен өлтіріп тастауым керек. Немесе 2-3 болып кететін болса, ол челлендж аяқталды деген сөз. Бірінші кетті. Енді 2-ші удармен өлтірмесем челлендж аяқталатын болады. 2-ші удармен өлтірдім. Енді біз челленджі аяқтамайтын болдық. 2-ші қой, бұны да дәл солай 2 удармен өлтіремін. Себебі менің балтам тас балта. Кеттік, баске түсіп, 1-ші ударымды берейін. Мінекей, 1-ші ударымды бердім, ал енді 2-ші удармен өлтіру керек. Өлтірдім. Енді менде аз қоры бар, бірақ та бұл аз әлі.
Әлі маған тағы да қойлар керек және де сиыр шықса жақсы болар еді. Мінекей осы жерден ағаштарды алып алайын. Қазір 30-ға жеткізіп, бір ағашты тастаймын. Жарайды, 30 ағаштар жетеді. Мен енді бір ағашты тастап, жолымды жалғастыра берейін. Қой, мен сені өлтіремін. Екінші ударыммен өлтірдім. Мінекей, сиыр да шықты. Осы сиырды екінші удармен өлтірсем, челлендж жалғасады. Міне, енді мен өзіме жер тауып, үй салған болатынмын. Мен қазір үйдің қаңқасын дайындап қойып жатырмын. Енді сәлден соң мен үйімді бітіріп, сендерге көрсететін боламын. Бұл жерін тез көрсеттім, себебі сендерге жай істеген қызық емес. Қазір күрек жасап алдым да, мына жердегі құмдардың бәрін қазып, және де 10%-ын тастайтын боламын. Бізде өте көп құм болды, және мен осының 7-еуін тастадым. Бізде түн батып кетті. Бірақ қорықпаймыз, зомбиларды өлтіре аламыз. Бірақ та зомбилар бізге бірінші бастап тиіссе ғана. Мінекей, мен өз үйімді салып біттім. Кәнекей, ішін көрейік. Іші әдем болды. Бұл қазірше ғана, мен үйімнің алдына әлі қаншама заттар істеймін. Мен осылай бірінші бөлімді аяқтаған болатынмын, ал челлендж бұзылмады. Ал мен бірінші бөлімде осындай әп-әдемі үй салдым, ал екінші бөлімін жалғастырайын ба, әлде жалғастырмайын ба? Оны сендер шешесіңдер, комментке жазып кетіңдер. Челлендж жалғасуда, біз тоқтап қалмаймыз.